сайт бойынша өзіңіз сет таңдай аласыз. Мысалы, мынау Power очки, лечебные очки өзіңіз 100 штук сұйықтығымен және очки таңдасаңыз болады. Или кроссовки, кроссовки мен массажный пластырь жүреді. Или кепка мен водородный стакан. Не болмаса кепка мен қазан. Енді оны спонсорларыңыздан сұрайсыздар және сайттан көрсеңіздер болады. Бұл $400 сіздер біріншіден товар аласыздар, екіншіден Power компаниясында жұмыс жасауға мүмкіндік аласыздар. Power компаниясында мәңгілік партнер боласыздар. Яғни ешқандай активациясыз, ай сайынғы, жыл сайынғы активация бұл жерде жоқ. Сіз тіркелген кезде система бойынша 3 орын бұл жерде всегда орын толып тұрады. А, Б, С деген адам тұрады. Заполнение бойынша жаңадан келген партнер осы бір орынға келіп тұрады. Және оның мына кісінің партнер болса да, бұның партнер болса, сының партнер болса да, осы тұрған 4 орынды толтырады новый партнерлар. 4 орын толтырған кезде, мысалы, мен тіркелдім. Менің атым Дариға. Мен личник тіркедім. Менің личнигім мына жерге түседі. Сабира. Мына жерде Айнұр деген қыз тұр. Айнұр бір адам тіркеді, ол келеді мына жерге түседі. Ербол болып. Кім Валерия тіркеді, адам Ержан деген. Енді Ержан деген кезде сразу мына пикқа шықпайсыздар. Толтырған кезде мына 4 орынды толтырасыздар. Енді бізде бұл жерде бірінші табыс көзі бұл 75.000 реферальный бонус. Реферальный бонус дегеніміз, яғни сіз осы сіздің реферальный ссылкаңыз арқылы $400 зат алып, партнер болып кірген кісілердің барлығынан, яғни 200 теңгемен шаққан кезде 200 теңгенің 75 теңгесі сізге реферальный бонус болып түседі. Бұл жерде сіз мысалы күніне 10 адам сізге 10 адам сізге партнер болып жазылатын болатын болса, осы 7 пакет жабылған сайын, осы пикта корона күйіп тұрған адамға 150.000 теңге төленеді. Осы пикта тұрған адамға. Енді келесі осы пикқа шығатын адамды қайдан білеміз? Мысалы, мына жерде 7 цикл жабылды. Айнұр деген кісі өзінің 150.000 теңгесін алды. Енді келесі пикқа, циклдың басына шығатын адамды қалай білеміз? Бұл жерде кабинеттеріңізге қарасаңыздар, вклад деген ұғым бар. Вклад деген нені білдіреді? Бұл Power компаниясына жұмыс жасап жатқан партнердің белсенділігін білдіретін балл мөлшерлемелері. Ол бізде 3 балдан тұрады. 0, 1 және 2 деген балл. 0 деген ешқандай активность жоқ, лишнигі жоқ деген сөз сол циклда. 0 деп тұрады. 1 дегеніміз бір личнигі бар, не болмаса спонсоры соның астына переливпен личник түсірді деген сөз. Мысалы, бізде мынандай жағдайлар болады. Мына жерде Айнұр тұр, мына жерде Дариға тұр, мына жерге келетті Ержан деген кісі тіркеледі, өзі тіркелетті, өзінің астына Асель деген қызды тіркейді. Асель деген қыз тіркеген кезде бұл бір вклад болады. Жаңа вкладты айтып жатырмын, 0, 1, 2. Бұл бір личник тіркегендіктен өзіне личка ретінде бір вклад өзіне қосылады. Келесі ол Аселден кейін тағы бір өзінің личнигін тіркейді. Бұл мына жерге келіп тұрады ғой. Мысалы, оның аты Сабира. Сабираның вклады өзіне әсер етеді де, бұл 2 вклад болады. Және де спонсоры өзінің партнерінің артына переливпен түсіргендіктен, бұл Сабираның бір вклады тағы Аселге де есептеледі. Егер Ержан тағы бір личник тіркейтін болатын болса, онда Аселде бір емес, уже 2 вклад болады, өзінде де 2 вклад болады. Келесі осы циклда кімде вклады жоғары болып тұр, солар по очереди келесі циклдың басына шығып, жаңағы несін циклын 150.000 теңгесін алады. И бұл жерде кабинеттеріңізге мен де сыртын түсіндіріп жатырмын, спонсорларыңыз сізге күшті түсіндіріп беретін болады вклад бойынша. Обязательно өздеріңіздің жаңа циклдарыңыз қараған кезде кабинеттеріңізді вкладтың санын қарап отыру керексіздер. Бұл вклад, сол вкладтың санына байланысты сіздерге 150.000 теңге төленіп отырылады. Сол вкладқа қарай сіздер өздеріңіздің 150.000 теңгелеріңізді көп рет ала бересіздер. Бұл екінші табыс түрі. Үшінші табыс түрі бұл чека 75.000 теңге. Мысалы, сіз мына жерде Айнұр цикл жапты, өзінің 150.000 теңгесін алды, соның 50% спонсоры Дариғаға 75.000 теңгесі түседі. Мысалы, сіздің 10 личнигіңіз бар, соның 3-еуі ғана активность жұмыс жасап жатыр. Сол 3 личнигіңіз сіздің
қаншалықты жаңағы цикл жауап береді, өзі 150 мың теңге алады, сол 150 мың теңге өзі алады, и 75 мың теңге сізге как спонсор ретінде түсіп отырады. Егер сіз мүлдем жаңағы активность көрсетпесеңіз де, личный код жазбасаңыз да, бірақ сіздің сол личныйыңыз активный болып жататын болса, онда сіз 75 мың теңгеңізді алып отырасыз айналдырып. Бұл бізде 3 табыс көзі. Енді бізге жаңағы $400 тіркеген кезде басында айтып кеттім, бізге не береді? Біріншіден бізге пакет, өзіңіз қалаған Power Technologies қосылған товар өнімді таңдай аласыз. Екіншіден сізге бизнес беріледі, өмір бақиға өзіңіз қаншалықты жұмыс жасасаңыз да, енді Power компаниясы қанша жұмыс жасайды, қанша жылдық өмір тарихы болады, соған кейін жұмыс жасай бересіз. Үшіншіден сізге повторный покупкаларыңызға маркетплейсқа 10% жеңілдік береді. Бұл жақтында бізде екі түрлі қосақталған маркетинг бар. Сіз өзіңіздің циклыңызды айналдырып жұмыс жасасаңыз болады, және повторный покупкалар арқылы, продажа арқылы да табыс табуға болады. Енді біз тіркелген кезде бізде сразу барлығымыз VIP боламыз. VIP партнер Power компаниясының, и барлығымызда 10% скидка. И сіз кез келген, мысалы, сіздің очкиңіздің сұйықтығы бітіп қалды, сайтта 1435 юань тұратын болатын болса, 145 юань 10% па, соны алып тастап, сізге скидкамен бере береді кез келген затыңызға, и сіздің партнерларыңызға да. И бірінші табыс бұл бірінші статус ол VIP деген статус. VIP деген статусте сізде бүкіл товарларға 10% жеңілдік болады. И сіз VIP-та тұрсыз, партнеріңіз да VIP-та тұр. Егер сіздің VIP-та тұрған партнеріңіз ешқандай екеуіңізде статус жоқ, зат алатын болатын болса, мысалы, өзіне қазан заказ бермекші, или өзіне бір қыстық аяқ киім ботинка бермекші, соның 5% сіздің лишнийіңіз болғандықтан сіздің өзіңізге жекелігіңізге сол кісінің сатылып алуынан түседі. Бұл бірінші түрі. Екінші түрі, сіз 10% жеңілдіктен екінші статус, ол V1 статусында сіз уже 20%-ке шықсаңыз болады. Бұл жақта, яғни сіз V1 статусында, осы моменттер жазып алып отырсаңыздар, V1 статусында сізге 20% болады. Яғни сіздің кез келген заттарыңызға, водородный стакан алсаңыз, кепка, сайттан кроссовка біреуге сатам десеңіз де, сайтта в розницу бағасы жазылып тұрады. Сіз V1 статусына жетсеңіз, 20% өзіңіздің пайдаңызды алып қалсаңыздар болады. 20%, яғни сізге скидкамен беріледі. Ал V1 статусына жету үшін сізде командаңызбен общий жаңағы 20 PV болу керек. 20 PV деген ол бір кроссовка, бір PV болып саналады, яғни 20 кроссовка командаңызбен. Бұл жерде ешқандай да линияға бөлінбейді. Сіздің структураңыздан тараған кез келген партнердің жаңағы продажасы, не болмаса өзіне алған потребительский товарлары барлығы санала береді. Получается, біріншісі ол VIP боласыз, 10% скидкаңыз барлық товарға, екінші V1 боласыз. Енді сіз өзіңіздің партнерларыңыздың продажасынан, сіздің партнерларыңыздың барлығы VIP қой, төменгі 10%-те тұрғандар. Соның ортасында 10% разницасын аласыз. Келесі V2 статусы. V2 статусына шығу үшін сізде 2 V1-іңіз болу керек. Шықсаңыз, сізде 25% скидка любой сіздің келесі алатын заттарыңызға, не болмаса сол жақта сіз сатсаңыз да, өзіңіз 25% сізде қалады. Сіз өзіңіздің командаңыздағы полный V1-дардан сіз 5% аласыз, ал полный VIP-тардың жасаған товарларының барлығынан сіз 15% пайда көріп отырасыз. Так, 15% дұрыс. Келесі V3 деген статус бар. V3 статусында біз уже 30%-ке шығамыз. Яғни кез келген өзіңіздің жеке сатып алуларыңыздан 30%, яғни бұл жерде сіз 30% жеңілдікпен алып сатсаңыз болады розницу бағасына, и 30%-ның өзіңіздің пайдасын көресіз. V3 статусына жету үшін сізде V2 болу керек, и командаңыздан, общий командаңыздан 400 PV болу керек. Бұл жерде жаңа 20 PV, 100 PV, 400 PV бұлар накопительные. Ешқандай да күйіп кету деген жоқ. Мысалы, сіз V1 статусында 20 PV-іңізді жинап алдыңыз. Келесі V2 статусында командаңыздан 100 PV болу үшін қайтадан 100 PV жинаудың қажеті жоқ. Ортасындағы 80 PV жинайсыз командаңызбен. Келесі V3 статусында V2-іңіз болу керек. 30%-ке шығасыз. V2-де командаларыңыздағы V2-лерден сіз 5% көресіз, V1-лерден сіз 10% көресіз, ал VIP-тағы партнерлардан, новичоктардан, енді кірісіп атқан партнерларыңыздан сіздер 20% полный товарооборотынан көресіз. Келесі V4 статусында сізде 2 V3-іңіз болу керек, и командный 2000 PV болу керек.
ол жақтан уже сіздің жеке 35% скидкаңыз болады. V3-терден сіз 5% пайда көресіз, V2-ден сіз так 10% пайда көресіз. Ой, 15% пайда көресіз, V1-лерден 10%. Ой, мен шырасып кеттім. В общем, сіздерге жіберемін. Мен бірінші түсіндіріп жатырмын бұл линиялар бойынша. И V4 бойынша сізде 2 V3 болу керек, 35%, и V5 бойынша сізде 40% болу керек. И осы V3-тен бастап 5 мың юаньнан бастап 350 мыңнан бастап 10 миллион 800 мыңға дейін бір реттік премия беріледі. Ең соңғы статус V5-те 40%, 2 V4-іңіз болу керек. Ең соңғы статус бұл директор статусы. Директор статусында 43% өзіңіздің жеке скидкаңыз болады барлық товарларға. И барлық өзіңіздің структураңыздан келетін командалардан процент пайдасын аласыз. 43%. И сізде қазір біз енді Қазақстан жұмыс жасап жатыр, сол Қазақстаннан егер директор статусында болатын болсаңыз, товар оборотынан 1% алып акционер бола аласыз. Осы директор статусында бұл ең шекті статус. Енді бізде президенттің жоспары бойынша осы Қазақстан арқылы Орта Азияны ашу ойында бар. Сол Орта Азияда сол кезде 1% Орта Азияның товар оборотында қосылады Қазақстаннан тараған полный командаға. Енді линейный маркетинг бойынша өте қатты пікір айта алмаймын. Барынша айтуға тырыстым. Сұрақтарыңыз бар ма маркетинг бойынша? Сыйлыққа беріледі деген сияқты. Ол кете береді. Мен қазір группаға сол именно статус бойынша жіберіп қояйын. Иә, Қыздар, Бірақ